Сәлематсыздар ма, құрметті әріптестер? Енді менің жалпы бүгінгі бүгінгі тақырыбым әдістемелік қолдау, әдістемелік әдіс тәсілдерім, ол 7 сыныпта физикалық географиялық оқытуды тиімді әдіс тәсілдерін қолдану, әдістемелік құрал. Осыны сіздерге түсіндіріп өте кетейін енді. Бұл жерде кіріспеде жалпы физикалық география бұл жердің табиғи құбылыстарының, оның құрылымын, климатын, су ресурстарын, өсімдіктер мен жануарлардың таралуын зерттейді. Сынып оқушылар үшін физикалық география оқыту тек теориямен шектелмейді, олардың ойлау қабілетін, зерттеу дағдыларын, практикалық әсерлерін дамыта түсіндіреді. Жалпы бұл география пәніне тиімді оқыту арқылы оқушыларды табиғатты зерттеуді және қорғауды бағалауға және қорғауға деген саналарын қалыптастырады. Бұл жерде жалпы бұл физикалық география оқыту тиімді тәсілдеріне көбінесе физикалық географиялық пәннің мәні мен ерекшеліктері. Мына кестеге қарасаңыздар, міне физикалық география бұл жердің табиғат құрамы, оның құрылымын, рельефін, климатын, су қорларын, өсімдіктер мен жануарлардың таралуын, сондай-ақ олардың өзара байланысын зерттейтін ғылым саласы. Ол табиғаттағы құбылыстарды кешенді түрде қарастырып, оларды себеп салдарын талдайды. Екінші, табиғатты құбылыстарын түсіну, оқушылар ауа райы, климаттық жағдайлар, өзендер мен көлдер, таулар мен далалар сияқты табиғи элементтердің бір-бірімен қалай байланысатынын үйренетін, мысал, таулардың орналасуы мен жағдайларға әсер ететінін түсінеді. Осы енді үшіншісіне келетін болсақ, үшіншісі географиялық ойлау қабілетін дамыту. Физикалық география пәні оқушылардың салыстыру, талдау, логикалық ойлау қабілеттерін дамытады. Оқушылар бір аймақтың табиғат ерекшеліктерін басқа аймақтармен салыстыра отырып, қорытынды жасай алады. Одан кейін жалпы бұл әдіс тәсілдерде практикалық бөлімі географиялық карталармен де жұмыс жасай алады. Рельеф картасынан нүктелерді анықтау, қала мен өзендерді картадан табу, Қазақстандағы ірі қалаларды анықтау осы әдіс тәсілдерде қолдануға болады. Одан кейін жалпы осы әдіс тәсілдерде климаттық және ландшафттық зерттеулер де қолдануға болады.